Тақырыпты жалғастырайық. Ұлт болашағының ең басты тұғыры іргетасы отбасы. Отан отбасынан басталады деген сөздің де түп төркіні осы. Осы орайда облыстық тарихи өлкетану музейі мереке қарсаңында мерейлі отбасы мықты мемлекеттің тұғыры тақырыбында кездесу кешін өткізді. Шараға отбасы құндылықтарын дәріптеп жүрген жандар мерейлі отбасы байқауының жүлдегерлері қатысып, үлгілі отбасы болудың жолдарымен бөлісті. Қоғамдағы әр отбасының босағасы берік, мерейі үстем болмай мемлекеттің мықты болуы мүмкін емес. Осы орайда жыл сайын үлгілі отбасылар байқауын өткізудің маңызы зор. Себебі отбасылық өмір салты ата-аналық парыз, жауапкершілік ұғымдарын ел санасына сіңіру, әсіресе жастарға жеткізу, жарасымды отбасы құндылығын кеңінен насихаттау арқылы арттыруға болады. 36 жыл жолдасымен бірге тұрып жатырмыз. Құдайға шүкір. Шеттей бала шағамыз бар, жиендер тәрбиелеп отырмыз. Бірақ жастарға айтар едім, ең бірінші қыздарымыз, ұлдарымыз бас қосатын кезде міне осы нәрсеге қатты мән берсе екен. Көңілге қарап сөйлеу, өзінің болашақ жарына, егер ұл бала болса, қолдан келгенше жаймен айтып, немесе ер адамда болады бір қабақпен түсіндіру, ыммен түсіндіру деген. Біздің әйелдеріміздің сондай қасиеті ашылса екен деймін. Біздің жастарымыз жақсы. Мен жастар жаман деп айта алмаймын. Ұлдарымызда, қыздарымызда, жас отбасылар бәрі жақсы. Бірақ бізде үлкендеріміз соны айтып, түсіндіріп, екі ортаны жалғайтын үлкендеріміз де азайып бара жатқан сияқты. Қазақ отбасы құндылығына ертеден-ақ ерекше мән берген. Отбасының өнегесі, отан өнегесі. Ұяда не көрсең ұшқанда соны ілерсің сынды мақал мәтелдер соның айғағы. Яғни ұлтты өзгеден ерекшелеп, оның болмысын сақтауда отбасының рөлі айрықша. Жалпы отбасы мерекесі жыл сайын аталып өтіледі. Отбасы мерекесін тойлаудың мақсаты, жалпы бүгінгі шараның мақсаты, ол отбасы мәселесінің құндылығына, сонымен қатар отбасының маңыздылығына, оның дәстүрлеріне қоғамның назарын салу болып табылады. Бүгінгі шараға осы қаламыздағы көптеген кәсіби медиаторлар және де мерейлі отбасы гран-при иегерлері осы шарамызда басты қонақ болып қатысуда. Айта кетейік, отбасы күні елімізде 2013 жылдан бері аталып келеді. Ботагөз Сахитжанова, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.